Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about the auxiliary verbs to be. Let's get started. Сәлем баршаңызға, біз бүгін сіздермен ағылшын тілінің негізі болып саналатын ерекше етістіктің түрі to be туралы танысамыз. To be қазақ тіліне аударғанда болу, бар болу деген мағынаны білдіреді. Яғни, оның сөйлемдегі негізгі мақсаты бір нәрсенің бар екендігін және де оның қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру. To be көмекші етістігі осы шақта үш түрлі формаға ие. Олар am, is, are. Енді осы am, is, are-ның бір-бірінен айырмашылығына тоқталатын болсақ, am деген to be етістігін біз тек қана I деген зат есімнен кейін қолданамыз. Яғни I am. I am a student. Мен студентпін деп аударылады. Ал is көмекші етістігін біз жекеше түрдегі зат есімдерден кейін қолданамыз. Ал a бізде көпше түрдегі зат есімдерінен кейін келеді. Мысал үшін, екінші жақ зат есімдері we, they, you зат есімдерінен кейін біз a көмекші етістігін қолданамыз. Ал үшінші жақ зат есімдері, яғни he, she, ittен кейін біз is көмекші етістігін қолданамыз. Ал енді осыдан қалай сөйлем жасаймыз? Болымды сөйлем жасау үшін бізге subject plus to be. Яғни subject бізде бастауыш, бастауыштан кейін to be етістігі келеді. Мысал үшін I am happy. I бастауыш, am to be етістігі. Мен бақыттымын. They are clever. Олар ақылды. It is a dog. Ол it, яғни бастауыштан кейін міндетті түрде осы to be етістігін қолданамыз. The negative of to be can be made by adding not after the verb. Ал енді болымсыз сөйлем жасау үшін біз осы to be етістігінен кейін жай ғана not сөзін жалғай саламыз. Мысал үшін I am not a teacher. Мен мұғалім емеспін. Яғни am to be етістігінен кейін not жалғау жалғанып тұр. You are not late. Сен кешіккен жоқсың. They are not pupils. Олар оқушылар емес. It is not a cat. Ол ит емес. Деген сияқты түсінікті ғой. Not жалғауын to be етістігінен кейін қолданамыз. Okay. To create questions with to be, you put the verb before the subject. Ал енді сұраулы сөйлем жасаудың формуласына көшетін болсақ, сұраулы сөйлем жасау үшін біз to be көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарамыз. Яғни, болымды сөйлемде мысал үшін you are happy болатын болса, ал енді сұраулы сөйлемде are you happy деп айтамыз. Сен бақыттысың ба? Яғни to be көмекші етістігін you зат есімнің алдына шығарамыз. Мысал үшін is she rich? Ол бай ма? Are they at home? Олар үйде ме? Is it small? Ол кішкене ме? Көрдіңіздер ма? Сұраулы сөйлемде to be көмекші етістігін бірінші бастауыштың алдына шығарып қолданамыз. Ал енді to be етістігі сөйлемде төрт түрлі жағдайда қолданылады. Ең алдымен noun plus noun. Яғни зат есім мен зат есім қатар келген жағдайда біз арасына to be көмекші етістігін қосамыз. Мысал үшін Anna is a singer. Анна бұл жерде зат есім, яғни noun, singer, noun. Екеуі де кім деген сұраққа жауап береді. Міне осы жерде сөйлемнің мағынасын келтіру үшін біз is деген көмекші етістікті қоямыз. Ал екінші жағдайда noun plus adjective, яғни зат есім мен сын есім қатар келген жағдайда біз to be көмекші етістігін қолданамыз. Мысал үшін she is beautiful. She noun, beautiful adjective, яғни әдемі. Қандай? Әдемі. Осы жерде біз is көмекші етістігін қолданамыз. Сол үшін she is beautiful деп айтамыз. Үшінші жағдайда noun plus adverb, яғни зат есім мен үстеу қатар келген жағдайда. Мысал үшін we are at home. Біз үйдеміз. We noun, кім деген сұраққа жауап береді. At home, қайда, яғни мекен үстеуін көрсетіп тұр. Сол үшін де біз we are at home деп айтамыз. Төртінші жағдайда noun plus numerals, яғни зат есім мен сан есім қатар келген жағдайда қолданамыз. Мысал үшін Tom is 15. Том 15-те. Бұл жерде Том зат есім,
15 бізде сан есім болып тұр. Яғни сөйлемнің мағынасын келтіру үшін біз is көмекші етістігін қолданып тұрмыз. Егер де am, is, are, to be көмекші етістігін сөйлемнен алып тастайтын болсақ, онда ол сөйлемнің ешқандай мағынасы болмай қалады. Ал енді достар, егер де noun plus verb келетін болса, яғни зат есім мен етістік қатар келетін болса, біз онда ол жерге to be көмекші етістігін қолданбаймыз. Мысал үшін, the teacher speaks. Мұғалім сөйлейді, я? The teacher is speaks деп айтпаймыз. Өйткені бұл жерде teacher зат есім, speaks verb болып тұр, яғни етістік болып тұр. Сөйлеу не істеді? Сөйледі. Ал енді достар, бүгінгі біздің to be көмекші етістіктері туралы тақырыбымыз осы. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, бізбен